негізі өмірге деген көзқарасым сол жерде өзгерді. Сол жерде қатты өзгерді. Оған дейін жаңағы мен өз ойым бойынша футбол ойнап, жаңағы спортсмен боламын деп ойлаған болатын. 2017 жылы Сингапурға кеттік. Ол кезде 2 балам бар. Үлкен ұлым 3 жаста болатын, қызым 1 жаста болатын. Балаларым қалай өседі деп, әйеліме қиын болмай ма? Банктың капитализациясы 10 миллиард. Соның негізін қалаушысы қазақстандық біздің қазақстандық кәсіпкер компания. Конфликт интересов бола ма сонда? Конфликт интересов негізі болады, сол себептен біз оны бөліп тастадық. Қазіргі күні былай әлем бойынша Қазақстан стартаптарын білмейді. Бізде ондай үлкен стартаптар жоқ. Уверенспен айтылым. Біздің қазақстандық мамандар өте жоғары деңгей. Өте жоғары деңгей, өте талантты, өте жұмысқа ынталары жоғары. Инвестдала by EA Group. Сәлем достар, сіздермен бірге Инвестдала подкастының жаңа эпизоды. Біз бұнда венчурлық инвестиция экосистемасының жетекші эксперт және сарапшыларымен сұхбаттасып, әйгілі тұлғалармен сұхбаттасып, аналитика инсайттармен бөлісіп, ең маңыздысы бұның бәрін өзіміздің қазақ тілінде жасаймыз. Бізде бүгін қонақта Инвестбанк инвестициялық платформасының негізін қалаушыларының бірі және бас директорының орынбасары Талғат Қамтаев. Талғат, қош келдіңіз студиямызға, өте қуаныштымыз. Ассалаумағалейкум, шақырғандарыңызға рахмет. Инвестдала подкастына кішкене үлесімді қосып кетуге қуаныштымын. Рахмет. Иә, бізде жаңа сізбен записьтің алдында сөйлескендей, осындай қазақша контентті венчурлық инвестиция туралы, стартаптар туралы жас кәсіпкерлерге қазақша материал жасап, осы тақырыпта көп сөйлеп, сол жағынан кішкене білім беріп, өзіміздің білетінімізбен бөлісіп, сондай қазақ тіліне әрі Қазақстандағы экономикаға, осы венчурлық экосистемаға жасап жатқан үлесіміз, соған келісіп келгеніңіз үшін тағы бір рет сізге рахмет. Енді басында жалпы біз осындай почти бүкіл эпизодтарды осылай жасаймыз. Өзіңіз туралы айтып кетсеңіз, бэкграундыңыз туралы, қай жақтан боласыз, қай жерде оқыдыңыз, кәсіби карьераңыз туралы, жалпы маған өзіме сіздің осы неге қазір сіздерде стартап қой, соған қалай келдіңіз, оған дейін инвестор болдыңыз да, мысалға. Негізі көбінесе наоборот болады ғой, керісінше кәсіпкерден бастайсың, стартапер боласың, бір күшті экзиттер жасап, сосын инвестор боласың. Сізде кішкене керісінше не оқиға болған екен, сол туралы айтып кетсеңіз. Иә, әрине, рахмет. Есімім Талғат, 34 жастамын, Алматы қаласының тумасымын. 12 жылдай шетелде өткіздім. Қайда оқығаным, жаңағы кәсіби жолым қай жерде басталған, негізі осы Алматыда мектеп уақытында басталған деп ойлаймын өзім. 2003 жылы 7 сыныпта осы Қазақ түрік лицейіне оқуға түстім. Ол кезде 13 жастамын. Негізі өмірге деген көзқарасым сол жерде өзгерді. Сол жерде қатты өзгерді. Оған дейін жаңағы мен өз ойым бойынша футбол ойнап, жаңағы спортсмен боламын деп ойлаған болатын. Қазақ түрік лицейіне түстім. Ол жерде жатақханада тұрасың, ол жерде жан-жақтан келген басқа оқушылар. Әркімнің өзінің көзқарасы бар, әркімнің өзінің жаңағы қызығатын тақырыптар бар. Олардан бәрі ондай ортада жүргенде бәрібір басқаларына қарап бір жақсы жақтарынан кішкене өзіңе де алғың келеді. Сол жерде жаңа өмірге деген жоспарым сол жерде өзгеріп кетті. Бірінші 2 жылдың ішінде мысалға жаңағы өзімізден үлкен балаларға қарап, олардың шетелге оқуға кетіп жатқандарын көріп, көбісі жаңағы өзінің болашақтарын сол шетелмен байланыстыратынына қарап, сол идеяны өзіме де жұқтырып алдым. КТЛ бітіргеннен кейін Англияға оқуға түстім.
2008 жылы сол жаққа кеттім. Англияда оқып бітіргеннен кейін финанс саласында оқыдым. Жаңағы бакалавр бітіріп Алматыға қайтып келдім. Бірінші жұмыс орным Pricewaterhouse PwC деген компаниясына кірдім. Big Fourға кірдім. Консалтинг департаментінде. Осында уже Қазақстанда? Алматыда. Сол жерде бастадым. Ол жерде 2 жылдан сәл астам жұмыс істеп, жаңағы олардың тілмен айтылу бойынша индустрияға кеттім. Жаңағы инвестиция саласына түстім қайтадан. PwC-де жұмыс істеген кезде жаңағы сделкалар сопровождение департаментінде жұмыс істеген болатын. Мен тоже инвестициямен кішкене байланысты нәрсе. Қазақстанның былай реалияларын алсақ, бізде мысалы инвестиционный банкинг былай жалпы түрінде қатты әлі дамымаған. Ол кезде тем более аздау болатын. Сол себептен жаңағы M&A департамент дейді ғой, Mergers and Acquisitions, ол негізі инвестиционный private banking, investment banking жасайтын бір несі. Қазақстанда жаңағы Big Four оның үлкен жаңағы бөлігін Big Four жасайды. Мысалы, сол өзім түсінігім бойынша мен сол кезден бастап инвестиционный банкингке жаңағы соның бір саласына түстім деп ойлаймын өзім. О жақтан басқа компанияға ауыстым. Ол компания ол кезде жасыл энергетикаға private equity инвестиция жасайтын жоспарымен жаңағы үлкен корпорацияның бір жаңадан ашылып жатқан бөлігі болған. Сол жаққа о жерге қосылдым. Менің түсінігім бойынша үлкен корпорацияға бар жаттым. Мен бір үлкен корпорацияның екіншісіне ауысып жатырмын. Негізінде шындық басқаша болып шықты. Жаңағы үлкен компанияда жаңадан ашылып жатқан кішкентай бір бөлігі өзіме стартап сияқты сезілді. Ол кезде оны түсінбедім. Қазір артқа қараған кезде сол кезден бастап стартапқа түскендей болған жаңағы тәжірибем бар. Себебі мен келген кезде ол жерде бір ғана жаңа жетекшісі ғана болды да, басқа жұмысшылар болған жоқ. Мен бірінші болдым. Кішкентай болды ма? Иә, мен бірінші болдым. Мен жасым, ол кезде әлі жасым, энергиям көп, жаңағы қандай жұмыс жасау керек амбиция көп, соны жасауға дайын жүрген болатын ол кезде. Сөйтіп жаңағы бірінші департамент ашылған нәрсе сосын бөлек бір компанияға айналды. Жаңағы адамдар қосылғанын өзім көрдім. Жаңағы бірінші проекттерден бастап біраз енді неге дейін financial closure дейді, жаңағы финансовое закрытие проект, соғанға дейін біраз проекттерді жетектеп жаңағы 2-3 жылда жұмыс жасадым. Сол жерден жаңағы инвесторлардың бірі, консорциум ретінде бір 3-4 инвестор қосылып, жаңағы энергетика проекттеріне ақша салып жатқан болады, инвестиция салып жатқан болады. Негізі энергетика деген өзі не ғой, үлкен проекттер болады, көп капитал керек, сол себептен консорциум жинап, жаңағы бірнеше инвестор жиналған болатын. Сол инвесторлардың біреуі өзінің компаниясына шақырды мені. Ол жерге бірінші рет жаңағы топ-менеджментке кірдім. Сонда бас директорының жаңағы орынбасары болып кірдім да, и международный проекттер бойынша, халықаралық проекттер бойынша направленияға жаңағы шақырған болатын, соны жетектеуге. Ол жерде бір кішкене уақыттың ішінде бір қызық проект жаптым. Жаңағы олардың планы бойынша Европейский банк развития, EBRD, солардың жаңағы қаржылайтын проекттер бойынша, инфраструктуралық проекттер бойынша олар жаңағы сервис провайдер ретінде жұмыс жасау керек деген сондай жоспар болатын ол компанияда. И жаңағы бір проект бойынша паровой турбины, steam turbines қою керек болған. И олар бір қызық жаңағы жағдайға түсіпті да, не бойынша, проект бойынша 2-3 неден ТЭЦ дейді ғой, теплоэлектростанцияда 2-3 қалада проект бойынша бір определенный турбиналардың түрін салған екен да. Ол турбинаны сататын завод басқа
компания, ол Siemens-тің заводы болған. Ол басқа компанияға сатылып кетіпті да. И Қазақстанға больше жаңағы турбиналарын доставка жасай алмайтын болған жағдайда болған екен сол уақытта. Маған именно сол турбиналар табу керек болды да. Мен жаңағы заводқа тікелей имейл жаздым, звондадым. Олармен сөйлестім, жаңағы осындай бізге 3 турбинадай керек, сендер бізге қазір керек. Олар не дейді, біз бір жарты жылдай Қазақстан нарығымен жұмыс істей алмаймыз қазір, себебі жаңағы екі корпорацияның ортасында бізде переходный период болады дейді. Сонымен оларға ұсынысым былай болды, мен турбиналарды барып өзім алып кетейін дедім, сатып өзім алып кетем. Жаңағы сендер маған басқа бір европейский жаңағы несіге клиентке сатып жіберіңдер дедім да. Олар дайын тұрды ма сонда турбиналар? Немесе олар күту керек болды ма шығарып? Олардың несі жаңағы продукциясы былай кішкене конкретный бір неге сфокусирован болды, кішкентай турбиналарға. Олар на постоянной основе жаңағы шығарып ататындай болу керек, себебі қатты ұзақ уақыт болған жоқ, жаңағы 2 айдың ішінде дайын болады деді. Бірақ та менің ойым жаңағы басқаға кетті да, мысалы бір рет сатып алу жарайды, ол жаңағы бүгін сатып аламыз, ертең неміз қарым-қатынасымыз бітеді. Бірақ та олар нарықтан жаңағы, былай айтқанда they were switched off, оларды отключили от рынка да. Менің ұсынысым жаңағы біз дистрибутор болайық дедім. Себебі олар Siemens-тің бір бөлігі болды, Siemens Қазақстанда бар, олар сатылады жаңағы. Енді олар басқа компаниясына көшті, ол компания шотландский болды, Қазақстанда ешқандай представительствосы болған жоқ та. Сол үшін мен ұсыныс жасадым. 2 айдың ішінде заводтың жетекшілері Алматыға ұшып келді. Барып жан-жақты көрсеттік, түсіндірдік, жаңағы компанияны көрсеттік, сөйтіп эксклюзивтік дистрибьюторство алды олардан. Сол проектті бір жарты жылдың ішінде бітірдім. Сол бітіріп атқан кезде маған мен досым, қазір партнерім Олжас Жиенқұлов маған Сингапурға жаңадан бастап атқан компанияға қосылуға ұсыныс жасады. Ол компанияның аты Paladime Capital болды ол кезде. Сөйтіп жаңағы мен 1-2 апта ойланып келісімін бердім де, 1 айдың ішінде уже Сингапурға көшіп кеттім. Ол да өзі бір үлкен оқиға болды мен өмірімде. Әлі күнге дейін жаңағы үлкен ықпалын келтіріп жатыр. Мысалы, бірінші үлкен ықпал мысалы мектепте болды деп ойлаймын, КТЛ-да. Екінші мүмкін жаңағы сол Англия оқуға кеткенде сол жақта болған ықпал, мынау үшінші үлкен ықпал. Бірақ уже мынандай жаңағы ересек өмірде болған ықпал деп ойлаймын. Сөйтіп жаңағы 2017 жылы Сингапурға кеттік. Ол кезде 2 балам бар. Үлкен ұлым 3 жаста болатын, қызым 1 жаста болатын. Сол жұбайымда 2 баламды алып Сингапурға кеттік 2017-те. Сөйтіп жаңағы отбасылық тұрғыдан ойландыңыз ба, көп ойландыңыз ба? Балаларым қалай өседі деп, әйеліме қиын болмай ма деп? Әйелмен сөйлестім, ол басында жаңағы кішкене күмән болды ода. Сингапурды біз білмейміз, алыста қалай болады дегендей. Сол үшін 1-2 аптадай жаңағы уақыт алып ойландық. Бірақ та былай болашаққа қарап екеуміз де түсіндік бару керек екенін. Себебі ол мысалы мен жаңағы Қазақстанда мектеп арқылы ықпал алсам, менің балаларым мысалы Сингапурда өсіп сол жақтан ықпалын алады. Сөйтіп ары ойланып, бері ойланып, шештік, кеттік. Сөйтіп балаларым Сингапурда өсті. 7 жыл бойы біз былтыр қаңтар айында жаңағы Сингапурдан көштік. Дубайға көштік. Оны бөлек айтып берем қазір. Ол кезде ұлым 10 жаста, қызым 8 жаста. Ол аралықта 3-ші балам туылды, Сингапурда туылды. Бәрі сұрайды, паспорт алды ма деп. Сингапур паспорт бермейді өкінішке орай.
тек қана жаңағы туу туралы куәлігін алдық. Бірақ та сол жақта туылған бала, жаңағы паспортында жаңағы туған жері Сингапур деп жазылып тұр. Бір қызық оқиға деп ойлаймын оның өмірі үшін. Сол 2017-де кеттік, 2022-ге дейін сол 5 жыл бойы Паладайм Капитал деген компанияда группада жұмыс істедім. Ол уақыттың ішінде жаңағы финансовый директор позициясына дейін жеттім. Жаңағы 2-3 бөлек департаментте жұмыс істедім ғой, жаңағы уақыттың ішінде. Ең көп жұмыс істегенім мүмкін венчурлық қордың жетекшісі болдым. Паладайм Ventures деген ол жаңағы венчурный фондтар білесіз, жаңағы early stage, mid stage, late stage болып бөлінеді. Ол late stage болды. Демек, жаңағы кеш кезеңдегі үлкен өскен компаниялар, бірақ әлі жаңағы қор биржаларында листинг жасамаған, әлі публичный емес компаниялар. Соларға жаңағы фокусталған фондымыз болды. Соны жетектедім. Ол фондты 2017-те бастадық та, 2022-23-те толықтай экзит жасап, жаңағы инвесторларға, LP-ларға инвестицияларын қайтарып сөйтіп жауап кеттім деп деуге болады. DPI қандай болды, құпия болмаса? Құпия емес, DPI дегеніңіз? Deployed, в общем, не ғой, возврат. Қазір не қалдым, прям аббревиатурасын. Доходность па? Доходность. Late stage фондтар үшін жаңағы статистика бойынша әлемде 12-ден 15%-ға дейін IRR стандарт болып саналады. Біз 14,4%-бен жаптық ол фондты. Демек, статистиканың жоғарғы банкасын жақын жаптық деп ойлаймын. Демек, басқа фондтар бар, одан да артық табатын, бірақ общий статистика кірдік. Әлем бойынша жақсы результат деп ойлаймын өзім үшін. 4,5 жылдың ішінде толықтай кіріп, экзит жасадық. Не бойынша, уақыт бойынша біз негізі тез жапты ол фондты. Ол жерде бір жаңағы бізге енді везение деген фактор болды. Бір жағынан ковид болды. Ковидтан кейін өте көп компаниялар IPO жасады. Соң арқасында біздің компаниялардың бәрі IPO-ға шығып, біз акцияларымызды сатып экзит жасадық. Қандай компаниялар болды портфельде? Өте географиялық тұрғысында деген ғой? Сол Сингапурдан ба? Жоқ, біздің фокус тек қанаға ақшқа ғана болды. Себебі ол біз үшін, өзіміз үшін бірінші рет late stage фонд болды да. Бізде оған дейін ондай тәжірибеміз ешкімде болған жоқ. Командада жаңағы мен болдым, Олжас болды. Біздің ол кездегі партнеріміз жаңағы ол менеджментте қатысқан жоқ, ол инвестор ретінде кірген Дамир Карасаев деген кісі. Ол кісі Камбоджаның ең үлкен банкын негізін қалаған, өсірген. Жаңағы камбоджийский Каспий дейді. Өте ұқсайды, жаңағы оларда да супер апы бар, оларда ең жаңағы үлкен банктердің бірі. Ең үлкен банк. Камбоджаның ВВП-сы 60 миллиардтың шамасында, банктың капитализациясы 10 миллиард. Соның негізін қалаушысы? Қазақстандық? Біздің қазақстандық кәсіпкер Дамир Карасаев. Сол кісі бізде инвестор болған, сол кісінің идеясы бойынша сол Паладайм Ventures фондын қалағанбыз. Демек, қорларыңыз қазақстандық деуге болады ғой, басқа инвесторлар болды? Инвесторлар арасында болды қазақстандықтардан басқа, бірақ жағы 60-70% қазақтар болды. Күшті. Олардың кейбіреулері Қазақстанда тұрады, кейбіреулері шетелде тұрады, бірақ та көбісі қазақ болды. Сөйтіп жағы бірінші рет жасағаннан кейін біз фокусты ақшқа бағыттадық, себебі ақш ең үлкен венчурлық нарық болып келеді. Ең үлкен жаңағы компаниялардың саны сол жақта, сол себептен сол жаққа кеттік. Портфельде Airbnb болды, әйгілілерден Pinterest болды, Palantir болды, Moderna, ковидтің вакцинасы жасаған Moderna болды.
Ripple, жаңағы криптовалюталардың арасында әйгілі Ripple болды. Одан қалса Magic Leap, Wish деген компаниялар. Magic Leap пен Wish'тен жағдай бүгінгі күнде ондай қатты жақсы емес, бірақ та ол кезде ол бір қызық стартаптардың біреуі болып саналатын. Сондай 8 стартап болды, 8 компания болды портфелімізде. Кейбірлері 2019-да IPO-ларын жасап бастады. Олардың арасында Lyft болды, Uber'дің конкуренті, Pinterest, солар 2019-да бастады. Біздің мандат бойынша біз IPO-дан кейін бірден экзит жасау керек болдық та. Бірақ та білуіңіз бойынша ондай компанияларда бәрінде не болады? Ограничениялар болады. Өздерінің ограниченияның біреуі IPO-дан кейін 6 ай бойы инвесторлар IPO-ға дейін кірген, жаңағы частный private stage-да кірген инвесторлар 6 ай бойы сатылмайды. Market stand-off деген ограничениесі бар. Сол бойынша жаңағы market stand-off тосып 6 айдан кейін біз сатып бастадық. 2020-да мартта ковид басталды жаңағы ковидный просадка болды рынокта. Одан кейін апрельден бастап жаңағы нарықтар өсіп бастады. Жылдың соңына қарай IPO-ға шығып бастады компаниялар, себебі нарықта өте жақсы уақыт болды ол кезде. Оценкалар биік болды. IPO-ларға шығып бастады. Сөйтіп 21-ден бастап активно біз экзиттерімізді жасап, Airbnb, Palantir саттық. Ең үлкен доходность бізде Palantir болды, 450%. Біз кіргеннен. Одан кейін Airbnb 300%. Жаңағы убыточныйлардан бізде Wish болды. Негізі Wish'ті жаңағы IPO кезінде толықтай сатуға мүмкіндік болған кезде жаңағы плюста шығушы едік. Просто жаңағы market stand-off болды. Біз тосқынға шейін Wish'тің жағдайы қиындап кетті да, түсіп кетті. IPO-ға шықпағандардың арасында Ripple болды, Magic Leap болды. Ripple мен Magic Leap'ті private сделкалар бойынша сатып жібердік. Потому что қалған компаниялардың бәрі IPO болып, біз саттық та, ол екеуін ғана ұстап отырған уже жаңағы экономикалық бағытында жаңағы логика болған жоқты. Сол үшін сатып жібердік та, толықтай жаптық фондымызды. 2022-де біз 2021-ден бастап инвестбанктың идеясын ойластырып жаңағы жоспар жасап жүрген болатынбыз, Олжас екеуміз. 2022-де сол идеяны Дамирге ұсыныс жасадық, біздің партнерімізге, сол уақытта инвесторымызға. Ол кісі бізден енді үлкендеу жасы, былтыр 50-ге келді, 2022-де, ол 48-де. Біз ұсыныс жасадық, ол бізге енді мен 48-демін, сендердің айтып отқан проекттерің бір 10 жылдай уақыт алады деді. Мен ол кезде 58-де болдым. Маған қазір 10 жылдық проектке кіруге қатты жаңағы қызығушылық жоқ деді да, мен мүмкін жаңағы өзімнің ол енді ақшасын тапқан адам уже ол Камбоджадағы банкын айтпақшы национальный банк, National Bank of Canada, Канаданың национальный банкі одан толықтай 100%-ын сатып алды 2016-17 жылдары. Ол өзінің жаңағы экзитін жасады, ақшасын тапты, уже оған жаңағы стартап деген идея қатты керек емес болды. Ол не деді, мен енді кішкене өмірімді өмір сүргім келіп тұр деді. Жұмыс 10 жылдық проектке кірмей. Сол себептен біз оған жаңағы ұсыныс жасап, оның долясын сатып алдық біздің компаниядан. Ол кезде жаңағы Paladime Holding деген компания болды, ода бізде Paladime Capital деген компания болды. Соны сөйтіп жаңағы 2022-де Paladime Holdings пен Paladime Capital бөлісіп кетті.
сол Олжас екеуміз қалдық Паладин Капиталда. Ол компания жаңағы управляющий компания, asset management компания. Бізде лицензиямыз 2017-тен Сингапурдың национальный банкынан лицензиямыз болған. Сол компанияны алып, соның негізінде инвестбанкты қалай бастадық. 2022-нің ортасында Алматыға келіп, мына жақта офис аштық. Жаңағы IT мамандарын, разработка үшін IT мамандарын жұмысқа ала бастадық. Жаңағы инвестбанк цифровой платформасын. Жалпы қандай идея болды инвестбанкты қалау кезінде, қандай неден шықты ол? Қажеттіліктен? Дұрыс сұрақ. Қажеттілігі жаңағы идеясы былай шыққан болатын. Өзі біз 2017-тен бастап жаңағы asset manager ретінде жұмыс жасап, private банктермен көп жұмыс жасадық. Оның арасында Credit Suisse, әрине, UBS, сол банктермен Сингапурда көп жұмыс жасайтынбыз. Сол жұмыс бағытында біз енді сол банктың өздерінің жаңағы онлайн банкымен, платформасымен қолданамыз ғой. Олардың платформалары өте ескі. Себебі олар үлкен банк, ескі банк, жаңағы бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан. Көбісі 90-2000 жылдары жаңадан цифровой платформа жасаған ғой, сол уақытта. Сол уақытта, бірақ жаңағы үлкен банк болғаннан кейін олар жаңағы core banking системасын жасайды, жаңағы платформаларын жасайды, и оны ауыстыру қиын. Ауыстыру жаңағы бюрократия үшін қиын, жаңағы расход жағынан қиын. Сол себептен олар жаңағы бар платформасын обновлять етеді, жаңартады, сонымен ары қарай жұмыс істей береді. Бірақ та енді одан бері 20 жыл өтті, 20-25-30 жылдай өтті. Енді оны қанша жаңартқанмен жаңағы машине сияқты ғой, көлік сияқты ғой. Мысалы 95 жылғы енді Lamborghini'ді алсаңыз, әлде жақсы машине, былай айтқанда, бірақ та оны қанша жаңартқанмен ол бүгінгі жаңа көліктермен тең келмейді. Сол сияқты ғой. Сол себептен олар ескі платформалармен жұмыс әлі күнге дейін жасап жатыр. Кейбірлері жаңағы HSBC банк сияқтылар жаңартып, жаңадан платформа жасап бастағандарын білем, бірақ та бәрі емес. Солармен жұмыс істеп жүргенде жаңа түсінгеніміз, бірінші олар цифровизация жағына қатты асығып жатқан жоқ. Оның өзінің себептері бар. Private банктерде олардың клиенттері көбінесе жас үлкен адамдар. Жас үлкен адамдарға ең маңыздысы ақшаларын сақтау, көбейту емес, сақтау. Сол себептен оларға жаңа банктың цифровой платформасы, жаңағы бүгінгі күнгі жаңағы технологиялар, инновациялар қызық емес. Заманауи заттары керек емес, ақшалары надежно жатқандар керек. Сол себептен банктерде қатты не жоқ, қозғалыс жоқ, нужда жоқ. Сол үшін олар ары қарата жұмыс істеп отыра береді. Сол жерден идея келген болатын. Негізі private банктерде көп клиенттер, өзіміздің клиенттерімізде әртүрлі запрос жасағанда банктер оны запростарды жасауға қатты желаниялары болып тұрмайды. Функциялары жоқ. Функциялары жоқ, желаниялары болмайды. Мысалы бізде бір клиенттер айтқан болатын, Palantir'дің, ол кезде Palantir private компания болған, акцияларын алуға банктен көмек сұраған. Мысалға банк ол частный компанияның акциялары, біз ондайларды кастеди жасамаймыз деп жаңағы отказ бергендерін естігенбіз. Көп сондай жаңағы фидбэк дейді ғой, фидбэк естіген болатын. Сол фидбэктерін бәрін жаңағы жинап, өзіміздің шешіміз арқылы, жаңағы өзіміз платформамыз арқылы шешіп, сондай бір инновация жасайын деген ой келді. Ол ой жаңағы жылдар бойы негізі болған болатын, бірақ та ол жаңағы жылдан жылға ауысып отырды. Басында финансовый супермаркет дейді, сондай идеядан басталған болатын. Сөйтіп ақырын ол жаңағы бүгінгі күнгі инвестбанк, біз оны операционный система дейміз. Операционный система дейміз, сол күйіне жағдайына осы күнге дейін жаңағы ауысып, жылдан жылға ауысып, пивот жасап сөйтіп келген. Бүгінгі күні инвестбанк платформасы енді былай
сипаттауға болады. Біз негізі кейбір нарықтарда B2C жұмыс істейміз, business to customer, напрямую жаңағы клиенттермен, кейбір нарықтарда B2B жұмыс істейміз, тек қана финансовый институттармен, банктермен, сондай. Бүгінгі күні бізде 30-дан астам family office және кішкентай asset менеджерлер қолданып жатыр біздің платформаны, көбінесе Сингапурда. Жаңағы қазақстандық клиенттер де бар арасында, и жаңағы бұған дейін бөліскен болатын, Дубайдан офис жасайын деп жатырмыз, лицензия алып жатырмыз, Дубайда орналасқан клиенттер де бар арасында. Сипаттамасы былай, бұл операционный система, біз оны алып келеміз, мысалы B2B жағдайында біз оны мысалы бір банкке алып келеміз, банктың core banking системасымен интеграция жасаймыз, жаңағы банктың дизайны, логотипін жасап береміз. Банктың клиенттері үшін ол банктың өзінің решениесі сияқты көрінеді. Жаңағы интеграциясының арқасында жаңағы өздерінің жаңағы онлайн банкинг арқылы жаңағы Freedom Holding, Freedom Group'тың жаңағы супер апын білесіз, ішінде инвестициясы да бар, жаңағы обычный банкинг те бар. Сол сияқты, мысалы, любой банкке келіп біз операцион системамызды қойсақ, оларда бірден asset management, brokerage бизнестері пайда болады. Біздің мысалы жаңағы мынандай сұрақ болса, неге банк өздері жасамайды, неге сендердің қолдану пайдалы болуы мүмкін? Ең біріншіден ол уақыт. Ондай платформаны жасау аз дегенде 2-3 жыл уақыт алады. Банктердің бюрократиясымен бірге толықтай 4-5 жыл алуы мүмкін. Ондай проект. Біз болсақ, мысалы, 6 айдың ішінде толықтай операционный системамызды жаңағы банкке қойып бере аламыз. Оны бересіз. Одан қалса жаңағы ондай платформаны жасаудың өзінің расходтары, қиыншылықтары, жаңағы банктер мысалға біздің сөйлесуіміз бойынша, банктың атын айта алмаймын, бірақ та сөйлесуіміз бойынша олар үшін ондай проект бір кем дегенде $5 миллион артық шығатындай болуы мүмкін. Сондай сумманы сіздер оларға экономить етіп бересіз, біз операционный системаны қоямыз, подписка бойынша жұмыс жасайды, жылда біз жаңағы саппорт дейді, жаңағы subscription дейді, сондай жаңағы платеждарын жасайды, бірақ та ол бәрібірде банктерге экономика жағынан өте арзан шығады. Проценттік тұрғыда не жасағансыздар ма ресерч? Осынша процент расход біз экономить етеміз, осынша процент жаңа кіріс, доход көбейеді бізді қолданатын компанияларда деп. Ол неге ситуация байланысты. Мысалы, қай банк қанша ақша ұстайтынын білмеймін, сондай жағынан. Бірақ та енді орташа алсақ, мысалы, ондай платформаға кем дегенде $5 миллион расход кетеді деп айтсақ, мысалы, біздің платформа интеграциясы, мысалы, ақша жағынан былай мүмкін, мысалы, бірінші жыл $500 мың шамасында, ол жаңағы установка, интеграция дейді, наладка дейді. Одан кейінгі жылдары поддержка дейді, саппорт дейді. Одан кейінгі жылдары мысалы $300 мың шамасында поддержка бар. Сонда мысалға 300 мыңнан 5 миллионмен салыстырғанда 10 жылдың ішінде банк 3,5 миллион ұстайды. Мысалға ол 10 жылдың ішінде. Или олар 3-4 жылдың ішінде разработка жасайды да $5 миллион. Мысалға да. Олар мысалы біздің платформаны қойып, уже жұмыс істеп бастап, уже ақша тауып бастайды. Сөйтіп қарағанда ол енді ең кем дегенде 2 есе арзан шығар. На практике жаңағы тапқан ақшалармен жұмыс істеп бастап, тапқан ақшалармен бәрін қосқан кезде 3-4 есе арзан болып келу керек. Күшті. Енді сіз получается, бүкіл фокус жаңа инвестбанктың несінде, инвестиция жағынан жаңа Paradigm Ventures әлі де жұмыс істей ма, немесе фонд басқа ашқан жоқсыздар ма одан кейін? Ол жағын айтып берейін, Paradigm Ventures жабық, бірақ та бізде early stage фонд бар. Демек, ерте кезеңдегі стартаптарға көмек беретін, қолдау беретін қор. Оның аты Инвестбанк Early Stage. Оны негізі оның
негізі 2016-да басталған деп айтуға болады. Ол кезде фонд ретінде емес, ол жеке инвестиция ретінде басталған нәрсе. Оны Олжас жаңағы партнерім өз бастаған болатын. Ең кішкентай жаңағы ангельский инвестиция дейді. Өте ерте кезеңдегі стартаптарға. Одан кейінірек біз оны фонд ретінде, Tesla Capital деген фонд ретінде қалыптасты. Одан кейін ары қарата кеп ол жаңағы сол фондтың бір бөлігі Инвестбанк Early Stage деп бөліп шығардық да, қазір сол фонд жұмыс жасап жатыр. Ол фондтың қасына біз кішкентай акселератор аштық. 2024 жылы майда Қазақстаннан Сингапурға үлкен делегация барған. Президент Тоқаев, министрлер Сингапурға барған болатын. Сол кезде МЦРИАП, Министерство цифрового развития, сол кезде Жаслан Мадиев енді министр болып тағайындалған кезі, сол Сингапурда жаңағы лентамыз кесіп біздің акселераторды ашқан болатын былтыр. Қандай аты акселератор? Nomadic Innovation Hub. Сингапурда, иә? Сингапурда. Қазіргі таңда енді бір жылдан аз уақыт қана өтті, бір 4-5 стартаптай жаңағы акселерациямызды өтіп, кейбіреулер өтіп жатыр. Ең оның негізгі идеясы жаңағы қазақстандық стартаптарға Юго-Восточный Азияға жаңағы экспансиясын жасау ғой. Ол стартаптардың арасында айтпақшы бір сингапурлық стартап орталық Азияға экспансия жасайды, бізден өтті. Сондай кішігірім жұмыс жасап жатырмыз. Енді біздің хаб онда үлкен емес, басқалар сияқты, себебі ол біздің жаңағы основной фокусымыз емес қой. Основной фокус жаңағы цифровой платформада, сол себептен жаңағы бірақта оның бөлек командасы бар. Жаңағы венчурлық бағытта жұмыс жасайтын бөлек команда бар. Олар сол жаңағы Innovation Hub-тың жұмыстарын соларды жүргізіп отыр. Сол енді фондтың өзін айта кетсек, 15-16 шақты компания бар фондтың ішінде. Оның 5-6-ауы осы орталық Азиянікі, Қазақстандікі. Қалғандары енді әр жақтан, Сингапурлық бар, Гонконг бар, США бар, Еуропа бар, әртүрлі стартаптар. Бір стартапымыз уже юникорн деңгейіне жетті. Копер деген компания. Олар цифровой жаңағы активтарға, криптовалютаға жаңағы безопасное хранение, кастади дейді, сондай технология жасаған. Олардың үлкен инвесторларының бірі Barclays, британдық ең үлкен банктердің бірі. Солар 2022 жылы Копердің раунд C фондированиясына жаңағы лид инвестор болып кіріп, жаңағы $2 миллиард оценкасын подтверждать еткен болған. Сол Копер қазір енді олар активно өсіп жатқан компания. Одан кейін олар Абу-Дабиде ADGM-да лицензия алып, қазір сол жақтан офис ашты. Білуім бойынша Мубадала или жаңағы Эмираттың бір квазигосударственный жаңағы инвесторларының біреусі де инвестиция жасаған. Сол біздің сондай бір үлкен жетістігіміз деп санаймыз. Одан қалса жаңағы тағы бір-екі өте қызық компаниялар бар. Жаңағы атыраулық жігіт, Григорий деген жігіт Сингапурға кеп жұмыс жасаған, өзі портта жаңағы морской перевозкалармен айналысқан кезінде. Атырауда сондай істеген, Сингапурға кеп сонымен айналысқан. Сосын жаңағы оған Макини деген компания құрған болатын. Соның идеясы оның жаңағы былай екен да, жаңағы морской транспорт, грузовой транспорт, олардың өздерінің бір несі бар екен, қызық жағдай бар екен. Олардың запчастарын әлемнен жан-жақтан жинау керек екен. Жаңағы и естественно ондай жағдайда цифровой платформа, агрегатор, маркетплейс дегендер өте
жақсы жаңағы синергия болуы мүмкін. Мысалы кім сияқты Жандос 100 грамм. Мысалы идеясы сол сияқты да, бірақ та запчастьтары немен байланысты. Оның жасағаны жаңағы ол API бойынша жан-жақтағы жаңағы әлемдегі запчастьтарды сататын компаниялармен API бойынша қосады екен да. Олардан real time қазіргі уақытта қандай запчастьтар бар екен информациясы жинап отырады. Сондай идеямен келді. Біз оған қолдау бердік та, қазіргі күні уже Америкада уже Б сериясына жетейін деп жатыр. Б сериясының жаңағы фандированиясын көтерейін деп жатыр. Сол бір қызық жағдайлардың бірі сол. Күшті. Маған қызық жаңа сіздің бірінші Сингапурға барғаннан кейін Paladine Capital'дың ішінде Paladine Ventures инвестор ретінде сіз сол венчурлық қордың бас директоры болдыңыз. Содан кейін жаңа Инвестбанк, сіздер Инвестбанк жалпы қазір стартап ретінде позиционировать етесіздер ме өздеріңізді, немесе? Біз негізі қызық жағдайдамыз. Ең бірінші біз Инвестбанкке seed round финансирование жаңағы іздеген кезде бізге бәрі айтатын, сендер стартапсыңдар ма, стартап емессіңдер ма деп. Соны түсіндіру кішкене бір уақыт алған болатын бас кезінде, себебі біз ол уақытта уже asset management бизнес болды бізде, revenue болды, выручка болды, өзіміз seed round іздеп жатырмыз. Seed round кезінде обычный компанияларда әлі выручка жоқ, олар енді жасады. Соны біз өзі жаңағы стандартный стартапқа жатпаймыз негізі, да? Бірақ та біз өзімізді стартап ретінде жаңағы позиционируеміз сондай. Себебі барлық жасаған жаңағы оғанға дейін жасаған жұмыстарымыз бәрі Инвестбанк платформасының бір бөлігі болып кетті қазір. Демек, ең основной фокус жаңағы сол платформаны развитие, дамыту. Сол себептен біз стартаппыз. Просто бізде стартапта өте көп жаңағы жан-жақты вертикальдар бар. Продукт ретінде стартапқа ұқсайды. Мен ұқсайды емес, енді стартап, мен сол кішкене не отқаным, сіз әрі инвесторсыз, жаңа уже Инвестбанк Ventures дедіңіз ба, early stage венчурлық қоры бар. Мына жақтан Инвестбанк стартап ретінде жүріп жатыр. И андай қызық не да, кейсті. Қызық жағдай бізге бірнеше рет бұл сұрақты естігем. Қалай стартап өзінің жаңағы венчурный қоры болады деп. Біріншіден жаңағы венчурный қордың өзінің бөлек командасы бар, да? Олар мысалы Инвестбанк платформасынан бөлек жұмыс істейді. Бұл қор жаңағы Инвестбанк инвестиция жасай алмайды дегендей, жаңағы бұл екі бөлек жағдай. Жаңағы жұмыс істеп жатқан компания. Конфликт интересов бола ма сонда? Конфликт интересов негізі болады, сол себептен біз оны бөліп тастадық та, жаңағы бұл венчурный қор біздің стартапқа инвестиция жасай алмайды. Ең бірінші жаңағы конфликтті сөйтіп жауып тастадық та біз. Енді жаңағы командасы бөлек болғаннан кейін оған өздерінің бөлек general менеджерлары бар, жаңағы өзі бөлек ол жұмыстарды жасайды. Бірақ та бұл жерде бір синергия бар. Мысалы біздің платформамыз қандай мүмкіншілік береді? Біздің платформа арқылы жаңағы листинг жасаған, публичный жаңағы активы дейді, public assets дейді, ол листинг жасаған, қор биржасында листинг жасаған, бәріне қолжетімді акциялар, облигация, ETF, сондай жаңағы публичный public assetsқа доступ береді мысалға, да? Одан қалса біз тағы private assetsқа жаңағы не береміз, доступ береміз, да? Private assetsқа мысалы фондтар кіруі мүмкін, жаңағы VC secondary дейді мысалға, да? Жаңағы венчурлық вторичные сделки, уже үлкен компаниялар серия С-ден кейін жаңағы вторичный рынок ашылады, акциялар сатуға болады. Соған доступ береміз. Сол себептен жаңағы мысалы Инвестбанк early stage ол біздің Инвестбанк платформамызда alternative assets-тің астындағы бір ұсынысы. Мысалы инвесторлар жаңағы public assets портфелін жасады, не бойынша, портфельный теория бойынша диверсификация болу керек. Диверсификация деген мысалы публичный активы и частный активы. Частный активы сол портфельдің бір бөлігі болуы мүмкін. И біздің Инвестбанк early stage сол ұсыныстардың арасында біреуі мысалы.
күшті тоже синергия, да? Иә, біз бұған дейін жасаған продукттарымыздың, сервистеріміздің бәрі бүгінгі күнде инвестмент платформасының бір бөлігі болып кеткен. Мысалы бізде инвестмент банкинг командасы бар. Олар M&A сделкалармен көмек жасайды. Мысалы инвестмент банкинг ол платформаның бір сервистерінің бірі болып саналады. Ол жерде автоматизация жоқ, өкінішке орай, өйткені ол мүмкін емес бүгінгі күнде. Бірақ та платформада информация бар, платформа арқылы запрос жасауға болады ондай сервисқа, услугаға. Жаңағы бізде не бар, структуринг деген услуга бар еще. Мысалы инвестиционный банкингтің бір несі, тоже направлениесі. Мысалға шетелде холдинг структура, траст, фонд жасағысы келген клиенттер болады. Мысалы да, олар бізге келеді, біз оларға жаңағы сондай Сингапурда мысалы полностью под ключ фондовая структура жасап беруге көмектесе аламыз, траст жасауға көмектесе аламыз, международный жаңағы tax structuring дейді, налоговый структурирование дейді, соны жасап бере аламыз. Мысалы оның бәрі тоже инвестмент платформасында сервистерінің біреуі. Оны былай нетуге болады, былай бөлуге болады. Мысалы трейдинг, public assets и жаңағы other services, басқа услугалар. Басқа услугалардың ішінде жаңағы outsource CIO деген бар, мысалы бізде. Chief Investment Officer на аутсорсе, да? Мысалға оның астында біз жаңағы әртүрлі advisory сервистерімізді бере аламыз. Мысалға да портфолио менеджменттен бастап жаңағы structuring, M&A, жаңағы alternative assets бәрі соның астына кіреді мысалға, да? Сөйтіп сипаттауға болады. Күшті, өте қызық. Сіз жаңа айттыңыз ғой, Paladine Ventures late stage-тағы жаңа қалай дедіңіз, кеш кезеңдегі стартаптарға инвестиция жасады. Оның көбісі ақш-тың стартаптары болды, иә? Бәрі ақш-тың. Бізде былтыр Rice Research компаниясымен жасағанбыз, research, исследование, зерттеу. Осы Қазақстан, орталық Азияның венчурлық экосистемасының жағдайы, соның статистикасы, соның ішінде бізде Қазақстанда көбінесе жаңа ерте кезеңдегі стартаптарға инвестиция жасалынады екен, да, венчурлық. То есть жаңа pre-seed, seed нелерінде, кезеңдерінде late stage өте аз. Соның себебі неде деп ойлайсыз? И соған жету үшін не істеу керек? Бұл өте жақсы сұрақ. Бізде негізі Қазақстанда венчурлық экосистема өте жас. Өте ерте кезеңінде қазір. Жаңағы инвесторлар көбінесе жаңағы seed, pre-seed, А сериясына ғана дейін. Pre-серияға дейін. Серия инвесторлардың арасында енді мүмкін жаңағы Тимур Турлов бар шығар арасында серия береді, инвестиция жасайтын. Бірақ одан ары ешкім жоқ. Жаңағы серия А-дан жоғары инвесторлар жоқ. Себебі серия А кезеңінде не бойынша, тәжірибе бойынша компанияда уже жаңағы несі оценкасы бір 30 миллионнан жоғары болады. Демек инвестицияның размері 3-5 миллион шамасында. Ол Қазақстан үшін үлкен сумма болып саналады, венчур инвестиция үшін. Ондай крупный инвесторлар жоқ. Біздегі крупный инвесторлар венчур инвестициялармен өкінішке орай әзірге ондай қатты қызықпайды дегендей. Ондай чектер бере алатын инвесторлар көбінесе менің сөйлесуім бойынша адамдармен, олар Америкадағы жаңағы үлкен стартаптарға, жаңағы секондариларға кіретіндер көп, бірақ та жаңағы біздегі компанияларға ондай үлкен нелер чектер бермейді. Оған өздерінің себептері бар, оларды да түсінуге болады. Үлкен инвесторлар пайда болу үшін не болу керек? Ол үшін мен түсінігім бойынша, мен ойымша біздің стартаптар
біздің жаңағы хотя бы бір когорта стартаптар полный цикл өту керек деп ойлаймын. Мысалы біздегі стартаптар Қазақстанда көбінесе серия одан жаңағы жас үлкен деп айтсақ болады, одан жас үлкен жаңағы стартаптар онша жоқ. Себебі біздің нарық кішкентай. Нарықтың жаңағы несі глубинасы дейді ғой, кішкентай бізде. Сол себептен тереңдігі. Сол себептен ол компаниялар өсу үшін, ары қарата өсу үшін олар басқа нарықтарға шығу керек. Көбінесе жаңағы бізде қазір неге Юго-Восточный Азия қарап жатыр, жаңағы MENA дейді регион, жаңағы Арабия жаққа қарайды, и США-ға шығатындар бар. Сол компания біздің хотя бы бірінші когортымыз жаңағы серия C-ға жетіп IPO жасап үлкен компанияға айналса, мысалға, менің ойымша сол уақытқа қарай біздегі инвесторлардың көз жетеді да, біздің компанияларды сондай үлкен корпорацияға, біздің стартаптар сондай үлкен корпорацияға айнала алатын. Сол кезде мүмкін жаңағы іштегі өзіміз Қазақстандағы инвесторлар жаңағы мына осы нарыққа, осы венчурлық неге направление қарап бастайды бағытқа. Енді оғанға дейін енді өмір сүру керек қой дегендей да. Ол үшін шетелдік инвесторлар келу керек. Олар келу үшін қайтадан жаңағы біздің компаниялар хотя бы орта кезеңге жету керек та. Орта кезеңге. Қазіргі күні былай әлем бойынша Қазақстан стартаптарын білмейді. Бізде ондай үлкен стартаптар жоқ. Осыдан бір апта бұрын Әділ келді ғой, Нұргөжін. Одан сұрасаңыз, ол бүйтеді. Қазақстан әлемдік картада жоқ дейді, инвестиционный картада жоқ дейді. Мысалға, себебі біз шын керек Қазақстан өте ерте кезеңінде ғой, көп салалардан, особенно мына венчурлық салалардан. Сол себептен біздің компаниялар кішкене орта кезеңге жеткен кезде мүмкін жаңағы инвесторлар, шетелдік инвесторлар қарай бастайды. Қазір уже кішкене не бар, кішкене прогресс бар деп айтуға болады. Мысалға, біздің инвесторларымыздың бірі Constructor Group, Серж Белл деген кісі негізін қалаушы. Ол кісі бір 20 шақты технологиялық компания құрған өзінің өмірінде. Олардың ең үлкендері Parallels, MacBook'тарға Windows'ты адаптировать ету үшін Parallels қолданады. И Acronis. Екі компания, мен білуім бойынша, капитализациялары 4 миллиард әрқайсынікі. Сол кісі жаңағы Constructor Group деген жаңадан бастаған несі, жаңағы инициативасы, осындай бірнеше жыл бұрын бастаған. Соның ішінде Constructor Capital деген фонды бар. Ерте кезеңдегі стартаптарға көмек көрсететін, қолдау көрсететін. Солар былтыр біздің Инвестбанкқа инвестор болып кірді. Қазіргі күні енді қанша бір 4 жылдай болды ол кісімен жаңағы таныс болғаныма, араласып жүргеніме. Осы ақпан айының басында 2-3 күн осы Алматыға қайтадан келген болатын. Бір жылдың ішінде уже Қазақстанға 3 рет келді. Менің де оның ішінде нем бар деп, жасаған жұмысым бар, үлесім бар деп. Ендігәрі биыл Алматыдан уже офис ашайын деп отыр олар. Сол инвестор ретінде ма? Инвестор ретінде. Constructor Group'тың несі бұл офисы болады. Қазір сол офисын табу менде көмектесіп жатырмын. Өткенде келген күні жаңағы Миратқа звондап мост хабты да көрсеткен болатынбыз. Биыл офис ашпақшы олар. Біз Инвестбанк енді бәрібір біз Сингапурда бастасақ та, біздің енді қазақстандық неміз жаңағы не дейді ғой, корни дейді ғой, қазақстандық жаңағы неміз барды. И біз Constructor Group'ның бірінші центральный азиатский инвестициясы болып келеміз енді. Биыл офис ашып, осы Қазақстанға жаңағы өзінің интерестерін білдіріп жатыр олар. Сондай кішкене жаңағы не жасап жатырмыз, өзімізде жұмыс жасап жатырмыз, ол жағынан біздің экосистеманы дамыту үшін. Мысалға, Constructor фондтың ең үлкен чек бойынша ең үлкен инвестициясы $10 миллион бүгінге дейін. Негізі жалпы фондтың размері 150 миллион бірінші фонд. Олардың жоспары бойынша олар 5 фонд ашпақшы.
жаңағы бірінші фонды қазір 150 миллион, ең үлкені $10 миллион, несі чегі, оны Quera деген компанияға салды. Quera квантовый компьютер жасап жатыр. Вау. Демек олар кеш кезеңдегі стартаптарға Бұл ерте кезеңдегі инвестициясы болды. 200 миллион оценка бойынша серия Ада $10 миллион Quera деген компанияға салды. Олардан кейін Queraға Google $950 миллион оценкасымен Google инвестиция жасалды. Сонда олардың жаңағы сол бір инвестициясы бір жылдың ішінде 4x болды. Вау. Сол мен не дегенге отқану, бұнымен жаңағы үлкен фонд пайда болады Қазақстанда бұйыртса биыл, жаңағы сол кісілер ашылса. Демек, олар мүмкін жаңағы сериядан жоғары инвестицияларды қарастыруға мүмкіндіктері бар. Иә. Сөйтіп жаңағы енді бұл уақыт алады, бірақ та мен ойымша жаңағы ақырын сондай халықаралық фондтар келсе, біздің компанияларымыз хотя бы орта кезеңге дейін өссе, жаңағы ақырындап бізде де пайда болу керек. Бүгінгі күні енді өкінішке орай жоқ болғаннан кейін бәріміз жаңағы шетелдік нарықтардан инвестиция іздеп жатырмыз. Өте жақсы жаңалық, өте жақсы. Сіздің де оған қосқан үлесіңіз бар екен, сізге рахмет. Ол сондай шетелдік инвесторлардың жаңа венчурлық қордың Қазақстанға келіп осындай филиалын, офисін ашып жатқаны, Қазақстанда шетелдік инвесторлар потенциал көріп жатыр деген мағына ма, қалай ойлайсыз? Иә, әрине потенциал көріп жатыр. Ең бір мынандай маңызды жағы біздің қазақстандық стартаперлер, негізі мамандар өте талантты деп санаймын. Сингапурда 7 жыл жұмыс істедім. Әртүрлі жаңағы сотрудниктер болды. Бізде европейцтер де болды, сингапуристер де болды. Көп адаммен жұмыс жасадым. Инвестиционный банкингте 25 жыл жұмыс істеген кісі болды бізде компанияда Сингапурдан. Бәрмен жұмыс жасадым. Толықтай жаңағы уверенностьпен айтылым. Біздің қазақстандық мамандар өте жоғары деңгей. Өте жоғары деңгей, өте талантты, өте жұмысқа ынталары жоғары. Ол дегенмен жаңағы біз азбыз. Біз негізі азбыз, шетелде біз ондай көп емеспіз. Бізді қатты көп біле бермейді. Мысалға да Қытайлар сияқты, жаңағы басқалар сияқты. Бірақ та білетіндер әрқашанда қазақстандық мамандарды өте жаңағы өте жылы жаңағы сөздермен сипаттайды. Ол біріншіден. Екіншіден, мысалы констрактор групп сияқты жаңағы мынандай өте опытный дейді ғой үлкен инвесторлар. Орталық Азияда конкуренция жоқ екенін көріп тұр қазір, мысалға. Минимум жаңағы late stage-да. Даже былай mid stage-да, да? Орта деңгейде де. Мысалға, ол демек жаңағы бізде целом жаңағы экосистема жас болғаны, инвестиция ондай көп болмағаны, біздің біз еще emerging market дейді ғой, развивающие страны. Біз сондай болғаннан кейін біздің стартаптардың оценкалары төмен болады. Төмен, иә. Мысалы, біздің ең жақын конкуренттеріміз бар. Біреусі Инвестбанктың ба? Иә, Vega деген компания. Олар неде? Великобританияда, UK-де. Олар seed round инвестицияларында $8,5 миллион привлекать етті. Seed round. Seed round демек, оларда әлі даже... Қандай бағамен? Бағасын айтқан жоқ олар, бірақ та seed roundта 10-15% доля беріледі. Мысалға да 10% доля болса, олар 83 миллион оценкамен инвестиция. Seed round. Seed round. Мысалға. Міне сізге разница. Мысалға, біз pre-series A раундын 23 миллион оценкасынан привлекать еттік. Pre-series A.
При этом сіздер сингапурлық компания болып саналасыздар ма, қазақстандық болып па? Бізде головной компания Сингапурда, головной лицензия тоже Сингапурда, от Сингапур, Национальный банк Сингапура. Инвесторлардың бәрі сонда кіреді, ревеню бәрі сол жерде бізде. Бірақ та жаңағы ол компанияның аты Инвестбанк ПТЕ ЛТД жаңағы, да? Сингапурский. Оның үстінде холдинговый структура бар, тоже Сингапурда. Сол холдинговый структура жаңағы барлық басқа компаниялардың материнский болып келеді, да? И Инвестбанк жаңағы основной лицензированный сингапурский. Оның ішінде тағы бірнеше компания бар. Ол Инвестбанк жаңағы Global Funds, аты Global Funds, соның астында жаңағы early stage'іміз бар. Себебі ол бізде зонтичный структура, спецналоговый режимде, налогтан босатылған. Соның астында зонтичный структурада біз фондтар ашамыз, да? Каждый фонд бөлек, өзінің сегрегированный актив, обязательства бар и так далее. Вот, сол бар. Одан кейін Инвестбанк Corporate Services деген компания бар. Ол жаңағы фондтарда администрированиемен айналысады. Одан қалса Инвестбанк Техлаб деген компания бар, осы Қазақстанда, Астана хабтың мүшесі. И жақында Инвестбанк Қазақстан деген компания ашылды. Ол МФЦ-дан біз лицензия алдық. Жақында asset management, брокер-дилер, жаңағы 5 лицензияның 5 түрін алды. Сол компания Инвестбанк Қазақстан Limited. Қазір тағы 1-2 айдың ішінде Инвестбанк мені уже регистрациясын өттік, лицензия тосып отырмыз. DFC-да лицензия болады, Инвестбанк мені болады. Ол жаңағы Эмират, Саудия, жаңағы Катар, сол нарықтарға фокусталған. Сол себептен біз біріншіден сингапурский компаниямыз. Біздің инвесторлардың арасында кемден енді 3 инвестор бар. Біреусі Орвал деген фонд, сингапурский, жаңағы Constructor Capital. Олар екі жақта, олар Швейцария, Сингапурда. Енді біз олар Сингапур деп санаймыз өзіміз үшін. Жаңағы Constructor Group, Constructor Capital и Ascent деген фонд бар Сингапурда. Осы үшеуі сингапурский инвестор. Қазақстаннан инвесторлар бар. Бірақ та енді жаңағы былай айтқанда головной Сингапурда, бірақ та екі мемлекетке жұмыс істеп отырмыз қазір. Күшті, өте күшті. Сіздерге сәттілік соның бәріне. Жаңағы Қазақстандағы венчурлық экосистеманың жағдайы туралы, дамуы, потенциал туралы айтып жатырмыз ғой. Мен барлық қонақтарға қоятын сұрағым, Қазақстанда біріншілердің ішінде қай стартаптар юникорн бола алады, яғни жаңа бағасы $1 миллиард асатын компания болады деп ойлайсыз? Енді соңғы жаңалықтардан қарасақ, мысалға жаңа ділдің Codeploy компаниясы жақында раунд көтерді, өте керемет $100 миллион оценкасымен. Одан қалса Hicksfield деген компания, олар ақшта орналасқан, уже сол жақтан инвестиция, бірақ оларда жаңағы 120 миллион есімі дұрыс болса, 120 миллион бағамен инвестиция тартты. Демек, осы екі компания менің ойымша қазір юникорн болуға ең жақын сәтте болып тұр. Олардан кейін мысалы әлі ақшқа или басқа нарықтарға шықпаған, бірақ Қазақстанның ішінде бірталай жетістіктерге жеткен компаниялар да бар. Мысалы, менің ойымша ол 100 грамм, Жандостың компаниясы. Оның ішінде Клокстер бар, Ержан Рысқали. Одан қалса Мадиардың Уву компаниясы бар. Жаңағы тағы кімді айта кетуге болады. Қазір бәрі есімде жоқ, бірақ та жаңағы өте жақсы жетістіктерге жетіп жатқан стартаптарымыз бар. Мен ойымша олар жаңағы, мысалы, Клокстер уже Юго-Восточный Азияда кішкене несін бастады. Мен ойымша олар басқа нарықтарға шыққан кезде оларда жаңағы үлкен оценкаларға жетіп, жаңағы үлкен компанияларға айналады деп сенемін. Және де енді өзіміз Инвестбанк ала бұйырса өзімізде юникорнға жетеміз деп үміттенемін. Соған қарай үлкен жұмыс жасап жатырмыз өзімізде.
сол демек бір енді кем дегенде 5-10 компания бар деп ойлаймын Қазақстаннан сондай үлкен юникорнға жететін. Бұл мақсатта да сізге сәттілік компанияларыңызға. Тағы қонақтарға вот мен қоятын сұрақтардың бірі подкастымыздың соңында сіз енді әрі инвестор ретінде, әрі стартапер ретінде санауға болады ғой сізді. Жас кәсіпкерлерге, жас стартаперлерге осы жолда өздерінің карьерасын бастап жатқан жас мамандарға беретін кеңесіңіз немесе кеңестеріңіз? Жас мамандарға мен негізі шын айтсам менің өзім түсінігім бойынша стартапты бастаудың алдында кішкене жұмыс істеп алу керек деп ойлаймын. Иә, шын айтсам. Негізі қазіргі күнде көп жас фаундерларды көріп жатырмыз университетті енді бітірмегендер де бар. Жаңағы енді бітіріп бірден стартап бастап жатқандар да бар. Ол да дұрыс деп санаймын. Ол жаңағы не дейді ғой, бизнес акюмен дейді ғой, жаңағы адамдардың өздерінің жаңағы бизнесқа деген ынталары, ол керемет. Бірақ та стартап деген ол өзгеше нәрсе ғой. Мысалға стартап басқа адамдардан инвестиция тартады. Мысалға біреуден инвестиция тартқаннан кейін уже ответственность басқа, жауапкершілік басқа. Мысалы өздері бастап өзінің күшімен бастаған кішкентай бизнестерін дамытып жатқан кәсіпкерлер жастайынан университет бітірмеді, мектепте жүр ма, олар бастағандары өте дұрыс, өте керемет деп санаймын. Бірақ та стартап, мынандай технологиялық стартап, инвестиция тартатын стартап дегенде кішкене бір жаңағы жоғарылау жауапкершілікпен келетін нәрсе деп санаймын. Сол себептен кішкене жаңағы профессионалдық кішкене көзқараспен профессионалдық тәжірибемен келу керек нәрсе сияқты деп ойлаймын. Негізі сол себептен мысалға мен өте қатты асықпай біріншіден жаңағы индустрияда кішкене жұмыс жасап алып, оның ішінде мысалы сол сектордың, сол индустрияның қиыншылықтарын, проблемаларын көріп алу керек деп ойлаймын. Солардың арасында жаңағы решение жасайтын біреуін таңдап алу керек деп ойлаймын. Соған фокус жасау керек деп ойлаймын. Мысалы біз енді былай күнделікті өмірде көріп жатамыз ғой, андай-мындай жерлерде кішкене жаңағы жетістіктері, жетіспеушіліктері болады. Мысалы андай-мындай сервиста бір жерде соны әркімде ой пайда болады, мен осы вопросты мен шешіп тастаймын, мен стартап. Бірақ та негізі сол салаға кіріп кішкене жұмыс істеп, бірнеше жыл жұмыс істегеннен кейін ол проблемалардың негізі қайдан шыққанын, оны қалай шешу қаншалықты қиын екені сол кезде ғана анық болады. Мысалға да. Сол себептен мен 20-22-23 жаста бірден оқу бітіріп, бірден стартап бастап кету енді мүмкін жаңағы біреулерге келетін шығар, бірақ та негізі кішкене жұмыс істеп алу керек деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден стартап бастаған кезде біріншіден кішкене мына не дейді ғой, discovery дейді ғой, жаңағы осы неде периодта асықпай дұрыс кеңестер жинап алу керек. Бізде Қазақстанда енді экосистемамыз жас болса да, арасында өте жаңағы тәжірибелі инвесторлар бар, адвайзерлар бар деп ойлаймын. Мысалы соларға барып кеңестерін алып сұрап жаңағы, бірақ та барған кезде дайын болып бару керек. Мысалға бізге де көп сұраныстар келеді. Жаңағы келіп идеямызды айтып берсек, кеңес алсақ. Біз әрқашанда көмектесуге дайын отырамыз да, бірақ та адам келіп жаңағы өз не сұрайтынын білмейді. Мысалға келеді да, уақытыңды алады, оны не сұрайтынын білмейді, жаңағы дайын емес болып келеді. Соны теманы жаңағы дұрыстап ойланып, сұрақтарды жазып, зерттеп, жаңағы адамның уақытын бостан-босқа ұстамай. Себебі ол адам екінші рет жаңағы кеңес беруге уже желаниесі болмай қалады. Сөйтіп дайындалып, жақсылап, жаңағы сондай 2-3-4 маман тауып, жаңағы LinkedIn-нен жазып, жаңағы сұрап, келіп, или форумда бір жерде көріп,
келісіп сөйтіп жаңағы кеңестерін жинап алу керек. Одан қалса сол секторда өз профессионалдар болады, спикерлер болады неше түрлі, солардан барып жаңағы кеңес алып соның бәрін жинау керек та біріншіден. Сосын продуктты сөйтіп жинау керек деп ойлаймын өзім. Жаңағы бұл екінші болды. Үшінші мысалы мен жиі көретін нәрсе, мысалы бір стартап продукт ойлап тапты, жасап бастады, сид раунд, пресид инвестициясын тартты, жұмыс істеп жатыр, бірақ та бір жылдың ішінде олар мысалы ең бірінші қиыншылықтарға тап болады. Олардың арасында мынандай стартаперлер болады, кеп жаңағы өзінің инвесторына айтады да, осындай қиыншылықтар болып жатыр. Мүмкін мен вообще бұл вопросты бұл сұрақпен айналыспау керекпін деп айтады да. Ешқашан істеуге болмайды. Себебі келіп айтқан инвестор, естіген инвестор, ол басқа инвесторларға оны айту керек жағдайда қалады. Мысалға, фаундер бір жылдың ішінде идеясынан өзі выгорать етіп, уже істегісі келмей қалды. Бірақ та ол басқа инвесторларға барады, олар білмейді оның состояниесін да. Мысалы, арамызда жаңағы бір венчурный инвесторлардың бірі ондай жағдайды естісе, ол жаңағы профессиональный этика жағынан басқалармен бөлісу керек. Сол үшін ондай выгорание моменттерін самостоятельно өту керек. Ол бәрінде болады. Бірінші жылдан кейін стартап қиыншылықтары, тап болған қиыншылықтары жиналады да, әркімде жаңағы ой келеді, вообще дұрыс жасап жатырмын. Ондай кезде пивотты ойластыру керек. Мысалға, егерде бұл проблемалар действительно өте жаңағы шешілмейтін болса, онда пивот ойластыру. Продукт тұрғысынан. Мысалға, мен Buena Technologies деген компанияда адвайзер болып келем. Олар негіз басында стартаптарға арналған ранвейді контролировать ететін жаңағы решение болып келді. Бірақ та олар жаңағы Сингапурдағы Антлер деген неге акселераторға кіріп, сол Антлерде жүрген кезде ол продукттың нарығы өте кішкентай екенін түсінді да. Олар жаңағы пивот жасауға дәл келді. Мысалы, бүгінгі күнде олардың жасайтыны, олардың платформасы B2B, MSB бар ғой, Small and Medium Enterprises. Солардың арасында қазіргі күнде жаңағы займа расчеттары наличкамен өтеді. Мысалға, жаңағы несі, период оплаты дейді ғой, ол көбінесе ұзақ болмайды. Мысалы, үлкен корпорация болсаңыз, бір жерден үлкен закуп жасасаңыз, сіздерде өте бір жақсы условия болуы мүмкін. Мысалы, отсрочка оплаты дейді, мысалы, 6 ай, 12 ай, 9 ай, ұзақ уақыт. МСБ-ларда ондай көбінесе болмайды. Оларға жаңағы отсрочка оплаты 30 күн, көп болса сондай береді. Жаңағы Buena Technologies, олардың платформасы МСБ-лардың арасында жаңағы үш жақты жұмыс істейді. Бір жағында МСБ бар, жаңағы покупатель, продавец, бір жағында инвестор бар, бір жағында Buena бар. Жаңа инвестор, мысалы, платформаға ақша береді да, мысалы, бір нені факторинг сияқты ғой. Бір покупательдің несін продажасын, бір покупательдің несін покупкасын финансировать етеді, и дисконтпен жаңағы оны сатып алады дегенде, сондай факторинг сияқты. Мысалы, сондай жасаған. Сондықтан пивот жасаған қиыншылық кезінде ол стандарт. Онда тұрған ештеңе жоқ. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ол пайдалы болуы мүмкін. Күшті. Негізі дұрыс продукт сондай қиыншылықтарға соғылуының арқасында. Ол естественный процесс. Рахмет, өте күшті кеңестер, өте күшті сұхбат болды. Рахмет. Сіздерге тағы да бір рет Инвестбанкқа да, басқа да холдингтарыңыздың ішіндегі барлық компанияларыңызға сәттілік. Тағы да бір рет осындай қазақ тіліндегі осындай біздің бастауымызға үлесіңізді қосқаныңызға рахмет. Жаңа шетелдік инвесторларды Қазақстанға әкеліп оларға көмектесіп, сондай жасап жатқан ықпалыңызға да мыңда бір алғыс. Сізбен осы болған сұхбат өте пайдалы болды деп ойлаймын. Жас мамандарға да, кәсіпкерлерге, стартаперлерге жалпы осы венчурлық индустрия туралы қызығып, сол туралы білім алып жүрген барлық тыңдармандарымызға өте пайдалы, қызық болды деп ойлаймын. Сол үшін сізге тағы бір рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік. Тағы да студиямызды күтеміз.
тағы тыңдармандарға айтқыңыз келген немеңіз болса, сөздеріңіз болса? Біріншіден сізге рахмет. Мынау бірінші венчурлық бағыттағы ең бірінші қазақ тіліндегі подкаст болып келеді ғой. Соны бастағандарыңыз үшін көп рахмет сізге. Мен ойымша бұл өте пайдалы керекті нәрсе. Осындай қазақ тіліндегі кәсіби подкасттар көбейе берсін деп тілеймін өзім. Қазақ тілінде жаңағы осы өте узкий специальность дейді, осы узкий специальностьте жаңағы қазақ тілінде жаңағы сұхбат бере алатын спикерлер көбейе берсін бізде. Жаңағы жастарға беретін кеңесім ол жастарға ғана емес, ата-аналарға беретін кеңесім шығар, менің ойымша. Себебі жастар, енді балалар өміріндегі бір кезеңіне дейін көбінесе ата-аналарынан үйренеді. Ата-аналары қандай бағыт берсе, сол бағытпен жүреді деп ойлаймын. Сол себептен ең біріншіден ата-аналар өте балаларының ерте кезеңнен бастап ойланып бастаулары дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, ақш-та көрген, Англияда көрген жаңағы тәжірибем бойынша, мысалы, оларда ата-аналары, мысалы, әкесі банкте істесе, ол балаларын өте жас кезінен бастап сол жайлы кішкене айтып бастайды, үйрете бастайды. Демек, олар университет кезеңіне келген кезде олар уже не жұмыс жасайтынын біліп келеді. Бізде, мысалы, мен өзім тәжірибем бойынша, мен университетке келгенде де, оны бітіргенде де қандай жұмыс жасайтынымды толықтай әлі түсінбей жүрген болатын. Сол себептен ата-аналар ертеден бастап үйрете бергендері дұрыс деп санаймын. Мен, мысалы, үлкен ұлым биыл 11-ге толады. Мысалға, мен 8 жасынан бастап оған Interactive Brokers платформасынан TVS деген платформасы бар. Трейдинг, соны көрсетіп бастадым. 8 жасында оған дымдай қызық болған жоқ. Бірақ та жаңағы 2-3 жыл бойы көріп, қазір мысалға ол маған өз сұрайтын болды. Қызығушылық пайда болды. Сөйтіп ата-аналар ертеден кішкене өздерінің кәсіптерін үйрете берсе дегендей, біріншіден. Екіншіден, жастарға жаңағы айтқым келетіні, менің өзімде болған тәжірибемнен айтам. Біріншіден, мен мысалға Сингапурға барардың алдында өте қобалжып бардым. Менің ойымша Сингапур ол үлкен финансовый жаңағы финанс центр, ол жақта істейтіндердің бәрі үлкен профессионал. Мен олардың қасында өте кішкентай адаммын, деген ой болды сізде. Деген ой болды. Бардым, көрдім, еш нәрсесі жоқ. Бәріміз бірде тең адамбыз. Сингапурда менен артық көп жыл жұмыс істеген адамдар болды компаниямызда. Мен де оларды бір нәрсеге үйреттім. Олар да мені үйретті. Демек, бәріміз бірдей адамбыз, қай жерде болсақ та. Сол себептен ешқандай күмәнсіз, уайымсыз өзінің алдына қойған мақсаттарына жүре беру керек. Еш нәрседен ұялмау керек. Ешқандай күмән болмау керек. Бәріміз, мысалы, бәріміз адамбыз, бәріміздің енді былай способностьтарымыз дейді ғой. Алланың бергені. Бәріміз бірдей зат жасай аламыз. Американың негізін қалаған адамдар тура сондай адамдар болған. Жаңағы Amazon, Apple сияқты компаниялар негізін қалаған адамдар, олар да жай адам. Сол себептен ешқандай жаңағы күмән болмау керек. Біздің қазақстандық мамандар, жастар өте талантты, өте жаңағы қабілетті. Сол үшін жаңағы қазір енді біз жаңа поколениямыз, біздің жасаған тірлігіміз ертеңгі Қазақстанның жағдайын құрады. Сол себептен бәріміз осы Қазақстанның жаңағы болашағы үшін, өзіміздің болашағымыз үшін жұмыс жасайық. Ертең бізде жаңағы дамыған мемлекеттердің бірі боламыз. Мүмкін жаңағы әлемнің осы бөлігінде, или даже әлем бойынша бір IT орталықтарының бірі боламыз деп сенемін. Әмин, солай болсын. Тағы да бір рет сізге үлкен рахмет.
сіздермен бірге болған Инвестдала подкасты. Лайк басыңыздар, каналымызға жазылыңыздар және комментарийға өз ой пікірлеріңізді жазып бөлісіп, келесі эпизодтарда қандай қонақты көргіңіз келеді сол туралы ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Рахмет, Талғат, өте қуаныштымыз. Бәріне сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыздар.